Қырғи қабақ соғыс кезінде бәріміз білетіндей көптеген жасырын эксперименттер жүргізілді. Солардың бірі LCD'дің мысықтарға әсерін зерттеуге арналды. Әдетте жануарлар табиғи жыртқыштық инстинкттерін көрсетіп, тышқанды аулауға тырысады. Алайда аэрозол түріндегі LCD'дің аз мөлшерін қолданғаннан кейін 45 секунд ішінде мүлдем керісінше мінез-құлық байқалды. Мысық тышқанды ұстауға мүлдем қызығушылық танытпайды, тіпті одан үрейленіп сескенеді. LCD'дің аз ғана мөлшері мысықтың әдеттегі физикалық және эмоциялық мінез-құлық үлгісін бұзуға жеткілікті. Тағы бір экспериментте этанитазеннің, сондай-ақ CC4640 деп аталатын заттың әсері зерттелді. Ол қарсыластың күшін уақытша істен шығаруға қабілетті психотроптық заттар тобына, инкапаситанттарға жатады. Бұл сынақта екі етке этанитазеннің өте аз дозасы берілді. Экспериментте қолданылған зат мөлшерін кәдімгі аспирин таблеткасымен салыстыруға болады. Бұл шынымен де өте кішкентай доза. Зат ингаляциялық камерада аэрозоль түрінде қолдануға дайындалған. Иттер оны 1 минут бойы мұрындарымен иіскейді. Көрініп тұрғандай, мұндай аз мөлшердегі зат пен уақыт иттерді параличке ұшыруға жеткілікті болды. Нәтижесінде жануарлардың санасы қалыпты, бірақ мүлде қозғалуға шамалары келмей қалды. Доза мен жануардың массасына байланысты паралич әсері 1 сағаттан бірнеше сағатқа дейін созылуы мүмкін. Шамамен 10 минуттан кейін қара итке антидот енгізілді, және солай паралич әсері қайтып кетті. Жануар әдеттегі күйіне оралды. Ал антидот алмаған екінші ит 1 сағат бойы тірі өлік күйінде қалды. Уақыт өткен соң, оның организмі табиғи түрде қалыпты күйге оралды. Мұны адамға қолдансақ та, бұл нәтиже қайталануы мүмкін. Бірақ бұл заттың адамдарға қолданылғаны туралы ешқандай дерек жоқ. Американдықтар әртүрлі заттардың әсерін зерттеп жатқанда, кеңестік зертханаларда мүлде басқа эксперименттер жүргізілді. Мысалы, олардың бірінде ғалымдар иттің басын тірілтуге шешім қабылдайды. Эксперименттің мәні артериалдық насос арқылы басқа артериалдық қан жеткізу, ал веназдық насос арқылы веназдық қанды шығару болды. Резервуарда қан оттегі қосу арқылы веназдықтан артериалыққа айналады. Осылайша қанның тұрақты айналымы қамтамасыз етіледі. Нәтижесінде жасанды қан айналымы бас үшін өмірлік метаболизмді қамтамасыз етті. Изоляцияланған бас тіршілік белгілерін көрсетіп, сыртқы әсерлерге қарсы реакция береді. Бас тіпті жарыққа және дыбысқа да реакция білдіретін еді.